Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы президент Асқар Маминді қабылдады. Асқар Мамин компанияның 2016 жылға қарай Қазақстанның өңірлік көлік логистика хабы ретінде қалыптасуына бағытталған қызметі жөнінде хабардар етті. Мемлекет басшысы 2014 жылы пайдалануға беру жоспарланған Жезқазған Бейнеу және Арқалық Шұбаркөл жаңа темір жол желілерін іске қосудың маңыздылығын атап өтті. Асқар Мамин 2 жылда Қазақстанда жекеменшік сектордың қатысуымен көлік логистика орталықтарының желісі толық қалыптастырылатынын мәлімдеді. Сондай-ақ 2014 жылы солтүстік бағыттағы Ақтау теңіз портын дамыту жобасы аяқталатынын айтты. Кездесу қорытындысында мемлекет басшысы қаралған мәселелерге қатысты бірқатар нақты тапсырмалар берді. К официальной хронике важно запланировано в 2014 году введение в эксплуатацию новых железнодорожных линий Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь обсудил президент Казахстана с главой национальной компании КТЖ Аскаром Маминым. Новые линии должны оптимизировать конфигурацию международных транспортных коридоров в направлениях восток-запад и север-юг, а также сократить расстояние на маршруте Достык-Актау на 748 километров. Мамин рассказал о реализации масштабной программы «Казахстан. Новый шелковый путь». Она позволит повысить транспортный потенциал страны и сформировать внутреннюю и зарубежную транспортно-логистическую системы. В настоящее время через Казахстан курсируют 14 регулярных контейнерных шаттл-поездов с сообщением Европа-Азия. В начале следующего года планируется организация еще 3 контейнерных поездов по направлениям Китай-Центральная Азия и Китай-Европа. Аскар Мамин также сообщил, что в течение 2 лет в Казахстане полностью сформируется сеть транспортно-логистических центров с участием частного сектора. Также в следующем году завершится проект развития морского порта Актау в северном направлении. Комфортные